Сәлеметсіздер ме? Мен Абылқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы Қуатова Гүлдана Алайдаровна. Менің жаппай онлайн курсыма қош келдіңіздер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы тыныс алу мүшелерінің аурулары кезіндегі дене шынықтыру сабақтарының ерекшеліктері. Тыныс алу органдарының ауруларындағы физикалық жаттығулардың әсері, олардың өкпедегі трофикалық процестерге, тыныс алудың жүйке реттеуші механизмін қалыпқа келтіруге әсер етуінде көрінеді. Олар тыныс алу бұлшықеттерін нығайтуға, газ алмасуды жақсартуға көмектеседі. Дене шынықтырумен үнемі айналысқан кезде өкпенің өмірлік қабілетінің көрсеткіштері жоғарылайды. Тынығу кезінде тыныс алу сирек және терең болады. Тыныс алу органдарының аурулары кезіндегі дене шынықтыру міндеттері. Тыныс алу бұлшықеттерінің кернеуін төмендету. Кеуде қуысының экскурсиясын арттыру, тыныс алу бұлшықеттерін күшейту. Өкпе желдетуін арттыру. Газ алмасуды жақсарту. Дұрыс тыныс алу механизмін қалпына келтіру, ингаляция мен дем шығару уақытының қалыпты қатынасы. Тыныс алу органдарының физикалық белсенділікке бейімделуін арттыру. Қарсы көрсетілімдер. Жоғары қарқынды физикалық белсенділік, жылдам қарқынмен жүгіру және секіру, және қозғалыс қарқынын арттыратын жаттығулар. Акробатикалық жаттығулар, алға және артқа домалаулар, көпір, қайың, бас пен қолдағы тіректер, және гимнастикалық снарядтардағы жаттығулар, соның ішінде тіреусіз асылып тұру, кермеге тартылу, тірек секіру, қос арыс пен сақиналардағы жаттығулар, және орындалуы тыныс алуды ұстаумен байланысты жаттығулар, орындалуы кернеумен байланысты жаттығулар. Іш бұлшықеттерінің шамадан тыс кернеуі бар жаттығулар. Шектеулі. Орташа қарқындылықтағы ұзақ физикалық жүктемелер, орташа қарқынмен жүгіру, ойындар, және жалпы және жергілікті төзімділікті, жылдамдық күш қасиеттерін дамытуға бағытталған физикалық жаттығулар. Ұзақ статикалық бұлшықет кернеуі бар жаттығулар. Тренажерлардағы дене жаттығулары, физикалық жаттығуларды қатаң мөлшерлеу арқылы тренажерді жеке таңдау қажет. Жүйке кернеуін тудыратын жаттығулар. Ұсынылады. Бастапқы қалыпта жату, отыру, тұру күйіндегі барлық бұлшықет топтарына арналған жалпы дамыту жаттығулары. Бұлшықетті босаңсыту жаттығулары. Іш, кеуде және толық тыныс алу жаттығулары. Ұзартылған дем шығарумен статикалық және динамикалық тыныс алу жаттығулары. Жаяу жүру. Баяу қарқынмен мөлшерленген жүгіру. Шаңғы тебу. Жүзу. Сыртқы тыныс алу функциясын жақсарту, тыныс алу бұлшықеттерін нығайту үшін ұзартылған дем шығаруға баса назар аудара отырып, тыныс алу жаттығуларымен кезектесетін қолдарға, иық белдеуіне және денеге арналған жаттығулар қолданылады. Дем шығару тыныс алудан 1-2 есе ұзағырақ болуы керек. Жаттығулар кеуде қуысының еркін экскурсиясын қамтамасыз ететін әртүрлі бастапқы позицияларда орындалады. Өкпенің желдетілуін арттыру және бронхтар арқылы ауаның өткізгіштігін жақсарту үшін дыбыстар мен дыбыстық тіркесімдерді дем шығаруда айтылатын жаттығулар қолданылады. Сабақтарда орташа қарқынды жаттығулар қолданылады. Жылдамдық пен жылдамдық күш жаттығулары тек кішкентай бұлшықет топтарының қатысуымен қолданылады. Тыныс алу органдарының ауруларына арналған физикалық жаттығулар кешені. 1 тыныс жүру кезінде тыныс алу жаттығулары. 1 қадам демді алу, 2 қадам демді шығару, содан кейін 2 қадам демді алу, 4 қадам демді шығару. Демді шығарудың толықтығын қадағалаңыз. 2 аяқтың ұшымен, өкшем жиегімен. 3 1 қолдар алақан мен ішке, аяқты ұшына артқа, иілу, тыныс алу. 2 қолдарды баяу төмен қарай түсіру, дыбысымен демді шығару. Тыныс алу органдарының ауруларына арналған физикалық жаттығулар кешені. Тыныс алу және дене жаттығулары. Жай жүріп келе жатып тыныс алу жаттығуы. 1 қадамда дем алу, 2 қадамда дем шығару. Кейін 2 қадамда дем алу, 4 қадамда дем шығару. Демді толық шығаруына назар аудару керек. Бастапқы қалып тік тұру. Аяқтың ұшымен, өкшемен, аяқтың сыртқы қырымен және жамбасты жоғары көтеріп жүру. Бастапқы қалып тік тұру.
Бір қолды алақанмен ішке қаратып, аяқты ұшына артқа созып, денені иіп дем алу. Екі қолды бастапқы қалыпқа баяу түсіріп, ух дыбысымен дем шығару. Бастапқы қалып тік тұру. Тізеден аяқтарды кезекпен бүгіп, қолмен кеудеге қарай тарту. Аяқты бүккен кезде ұзақ дем шығарып, фыф деп айту. Бастапқы қалып аяқтар алшақ. Қарама қарсы қолды қолтыққа қарай тартып, денені бүйірге қисайту. Бастапқы қалып аяқтар алшақ. Бір қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшына тұрып дем алу. Екі алға еңкейіп, мұрын арқылы дыбысын шығарып дем шығару. Бастапқы қалып тік тұру. Бір екі қолды түзу күйінде артқа апарып, саусақтарды айқастырып, денені иілу. 3-4 бастапқы қалыпқа қайта келу. Бастапқы қалып тік тұру, қолдар иықта. Бір оң қолды жоғары көтеріп, оң аяқты жанға ұшына апарып дем алу. Екі бастапқы қалыпқа келіп дем шығару. 3-4 дәл осылай сол жаққа орындау. Бастапқы қалып тік тұру. Бір екі оң аяқпен алға шығып, тізеге түсу, қолдар тізеге тіреліп дем шығару. 3-4 бастапқы қалыпқа келіп дем алу. 5-8 дәл солай сол аяқпен орындау. Бастапқы қалып аяқтар алшақ, қолдар белде. Бір оң қолды жанға апарып, денені оңға бұрып дем алу. Екі бастапқы қалыпқа келіп дем шығару. 3-4 дәл солай сол жаққа орындау. Бастапқы қалып аяқтар алшақ, қолдар белде. Бір сол аяқты артқа апарып, қолдарды жанға түсіріп дем алу. Екі бастапқы қалыпқа келіп дем шығару. 3 оң аяқты артқа апарып, қолдарды жанға түсіріп дем алу. 4 бастапқы қалыпқа келіп дем шығару. Келесі дәріс тақырыбы ас қорыту мүшелерінің аурулары кезіндегі дене шынықтыру сабақтарының ерекшеліктері. Назарларыңызға рахмет.